Бәріне сәлем, сіздермен Анель. Бүгін сіздермен мини-блог, яғни Қытай сайтынан размерлерді қалай таңдаймыз. Маған қойылатын ең актуальный көп сұрақтардың бірі осындай. Қытай сайтынан қалай дұрыс размер таңдаймыз. Мен осындай размер алып едім, ол маған кішкентай болды, немесе мен осылай алып едім, үлкен болды. Мұның өзінің шешімі бар. Негізінде қытайлық адамдардың формасымен, дене формасымен еуропалық адамдардың дене формасы сәйкес келмейді. Яғни біз білеміз, Қытайдың адамдары майда болады, бойлары кішкентай болады, қыздары өте арық болады деген секілді. Ал біздің адамдардың формасы басқашалау. Біз шамалы түріктерге қарай размерлеріміз моле келеді, яғни еуропалық размерге жақындай түсеміз. Ал енді размер таңдаған кезде қандай қателіктерге бой алдырмауымыз қажет, осы бойынша кішкене сіздермен талқылап өтсек. Бірінші, киімдердің размерін қалай анықтаймыз. Киімдердің, яғни әйелдердің киімдері, ер адамдардың киімдері, олардың іш киімдері, шалбарлары, киімдері, көйлектері, яғни барлығына қатысты. Егер де сіз көйлек алатын болсаңыз, сізде осындай таңдау шығады, яғни размеріңізді таңдаңыз. Размерлердің SM деген размерлердің қасында міндетті түрде осындай цифрлар тұрады. Оны байқасаңыздар, ол нені білдіреді? Ол фунт өлшем бірлігі. Қытайлықтар біз секілді килограмм өлшем бірлігін қолданбайды, олар фунт атты өлшем бірлікті қолданады, яғни салмаққа. Мысалы, біз 1 килограмм деп есептейтін болсақ, 1 килограмм оларда 2-2 фунтқа тең. Мысалы, мен 50 килограмм болатын болсам, сонда мен 110 фунт боламын. Сіздер өздеріңіздің фунттарыңызды анықтау үшін бірінші Google-ға кіресіздер, жазасыздар фунт килограмм деп. Сол кезде осындай шығады, мысалы 50 килограмм енді 110 фунтқа тең. Әркім өзінің салмағын жазып, өздеріңіздің фунттарыңызды біліп алсаңыздар болады. Өздеріңіздің фунттарыңызды білгеннен кейін жаңағы сатып алатын көйлегімізге кіреміз. Кірген кезде осындай ML деген размерлердің қасында осындай фунт өлшем бірліктері тұр, яғни салмақ өлшем бірлігі тұр. Өздеріңіздің салмақтарыңызға сәйкес келетін размерді таңдайсыздар. Мысалы, мен 110 фунтпын, сонда менің размерім не? Осыған тең деген секілді. Бұл әйелдерге де, ер кісілерге де арналған. Көбінесе іш киімдерді де осылай салмақпен ала берсеңіздер, размері тура келеді. Ал енді екінші бізде балалар бар. Балалардың размерін қалай анықтаймыз? Балалардың размерін көбінесе бойының өлшем бірлігіне қарап анықтайтын боламыз. Міне, сіздерге мына кестені бердім, скрин жасап алсаңыздар болады. Мысалы, баланың бойы 60 см болатын болса, онда міне мына өлшем бірлік келеді. Немесе 90 см болса, мына өлшем бірлік келеді деген секілді. Және де мына жерде кестеде балалардың жасына байланысты оның сантиметрі, яғни бойы қалай өзгеретіндігі белгіленген. Осы бойынша да осы кестені де қолдансаңыздар болады. Және атап өтетін жағдай, негізінде балалардың формасы бәрінде бірдей бола бермейді. Кейбір балалар ірі болады өз жасынан, кейбір балалар өз жасынан майда болады. Сол үшін балаңыздың бойын міндетті түрде сантиметрмен өлшеп алыңыз, және де осылаймен ала берсеңіздер болады. Кейбір балалардың, жасөспірімдердің киімдерінің қасында фунт өлшем бірлігі беріледі, яғни салмақпен де өлшеуге болады. Яғни баланың бойымен және де салмағымен есептеп ала берсеңіздер болады. Размерлері тура келеді. Одан кейін бізде үшінші ол аяқ киімнің размері. Аяқ киімнің размерлері де кейде былай ойнап тұрады. Маломерка болады, кейде большемерка болады деген секілді. Сол үшін осында кесте бар. Бұл кесте нені білдіреді? Яғни бұл жерде адамның аяғының ұзындығын сантиметрмен есептеп берген. Ол үшін сіздер сызғышты аласыздар, өздеріңіздің аяқтарыңызды өлшейсіздер. Мысалға 37 келетін болсаңыз, сіздің аяғыңыз 23-те 5 сантиметр болуы мүмкін деген сияқты. Осылай есептеп алғаннан кейін сантиметрмен аяқ киімді де осылай сантиметр арқылы есептеп аласыздар. Себебі жаздық аяқ киімдер үнемі бір размерге маломерка болады, ал ботинкалар размер жүреді. Сондықтан шатаспас үшін аяқтарыңызды да осылай сантиметрмен өлшеп, размеріне рядқа қарап алсаңыздар, размерлері тура болып келеді. Размерлер сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Тағы да қандай сұрақтар сіздерді мазалап жүр, комментарийға жазсаңыздар болады. Және де каналға тіркеліп, подписка жасауды ұмытпаңыздар, себебі осындай қысқа лайфхак видеоларды көбірек түсіретін боламыз. Менің Instagram аккаунтыма тіркеліп қойсаңыздар, ол жақта да өте қатты пайдалы ақпараттар, распаковкалар бар. Сіздерді сол жақта күтемін. Пока-пока.